Қайырлы күн оқушылар. Бізде бүгін 6 сынып математикасы 880 есеп. Бізде мәтінді есеп беріледі. Соны теңдеулерді құру арқылы шығаруымыз қажет. 880 есепте бізде не дейді? Бір сан екіншісінен 4,5 есе артық дейді. Не берілген бізде? Екі сан берілген. Берілген міндетті түрде жазамыз. Екі сан берілген. Бірінші және екінші сан. Екі санда бізде не? Белгісіз. Бір сан екіншісінен 4,5 есе артық дейді. Демек бізде мысалы бірінші санға қойсақ та болады, 4,5 есе десе бізде көбейтеміз. Екіншісінен 4,5 есе артық дейді. Енді не дейді? Егер үлкен саннан 54-ті азайтып дейді. Бізде үлкен сан қайсысы? 4,5 есеге артық санымыз, жазамыз 4,5 x-ті. Азайтамыз неше дейді? 54-ке азайтсақ дейді. Ал кішісіне 72-ні қосса дейді. Кішісі бізде x. X-ке 72-ні қосса, онда нәтижелері бірдей болады дейді. Екеуі теңеседі дейді. Сонда берген сандарды табыңдар дейді. Табу керек бізде бірінші сан мен екінші санды. Не істейміз? Теңдеуді шешеміз. X плюс 72. X айнымаларды теңдеудің бір жағына, яғни сол жағына жинаймыз. Міне теңдеуіміздің сол жағына. 4,5x. X-іміз оң жақтағы сол жаққа алдына қараймыз. Плюстан бастыры, сол жаққа қарама қарсы. Минустан басымен шығады. Минус x. Не қалды бізде? X-ті жібердік. 72 қалды. Мына жақта 54 қалды. Минус 54. Минус 54-іміз бізде оң жаққа плюс 54 болып барады. 4,5 x-тен x-ті азайтсақ, яқты 1 бар, 3,5x болады. 72-ке 54-ті қоссақ, 626 болады. Сонда бізде не істейміз? 3,5 көбейтілген x деген ғой мұнда. Демек 126 бөлінген 3,5 деген сөз. Сонда бізде не шығады? 126-ны 3,5-ке бөлсек, нешеден береміз? 35. 3-тен берсек, 3,5. Не бұлай бағандап бөліп жатырмын балалар. 126-ны бөлем 3,5-ке. Бізде үтір 5 бар. Демек, үтірден құтылу үшін 1260 деп, мұнан 0 береміз. Енді 12 бізде бөлінбейді. 35-ке 126-ны бөлейік. 126-ны бөлгенде 35-ке 4-ті көбейтсек 30-қа қазір 120 болады, бірақ одан үлкен сан шығып кетеді. Сондықтан 3-ті көбейтеміз. 3, 5-ім 15 бір ойда. 3, 3-ім 9, ойдағы мен 10. Азайтамыз. 1, 2, 0 түсіреміз. 210. Енді неше береміз? Қазір 7 берсек, бізде көп сан шығып кетеді. Демек 6 береміз, 6 берсек, 6, 5-ім 0, 3 ойда. 6, 3-ім 18, ойдағы 3 пен 21 болады. Демек бізде 36 шығады. 36. Бізде бұл не? 36-ға тең. X дегеніміз ол екінші ойлаған санымыз, екінші сан. Ал бірінші сан табу үшін не істейміз? X-ті 4,5-ға көбейтеміз, X көйтілген 4,5. Яғни 36 көйтілген 4,5. Бағандап көбейтейік. 0, 3 ойда. 30 қой. 3, 5-ім 15. Ойдағы 3 пен 18. 4, 6-ым 24. Ойға 2 кетеді. 12, 14. Қосамыз мұна жақта. 2 бір ойда. 5, 6, 1. Бізде бір үтір бар. Демек, мұна үтір болады. Демек, бізде нешеге тең? 162-ге тең. Бұл бізде ойлаған бірінші санымыз. Міне шарт бойынша. Жауабын жазамыз. Бірінші сан, немесе римді цифрмен жазайық. Бірінші сан 162-ге тең. Ал екінші сан 36.